Сәлем достар, садақа берудің осы дүниедегі және ақыреттегі 10 пайдасы. Мені жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Алла ризалығы үшін жасалған әрбір іс пен берілген затқа садақа дейміз. Берілетін садақаның үлкен кішісі болмайды. Не берілсе де ықыласпен, Алла разылығы үшін берілуі қажет. Оң қолың бергенді, сол қолың көрмесін хадисіне сәйкес, берілген садақа мен жасалған жақсылықты жасырын жасау ең абзал амалдың бірі. Садақаның берген адам үшін пайдасы мен сауабы мол. Садақа адамға мейірімділікті, нәпсіні тәрбиелеуді үйретеді, әрі мал дүние мен жүректі тазалайды. Ал ақыретте сауапты амал жасау мүмкін болмаған сәтте берген садақасының сауабы жұмаққа жетелейтін болады. Пенде дүниеден озғанда мал дүниесі жайында қиындыққа тап болып, жиған терген дүниесі артында қалғанымен сол үшін есепке тартылатын болады. Ал дүниесінен садақа берсе, есебін беру жеңіл болмақ. Өзгеге қол үшін беру мен садақа берудің ең маңыздысы өзі мұқтаж бола тұра барын бөліп беруі болмақ. Жасаған жақсылығың садақа болу үшін діни тұрғыдан 3 ерекшелікке ие болу керек. Олар: мұқтаж жанға беру, Алла разылығы үшін берілуі, берілген садақа өз мүлкінен адал табысынан болуы тиіс. Садақа берудің осы дүниедегі 5 пайдасы. Бірінші, мал дүниені тазартады. Екінші, күнәларды өшіреді. Су отты сөндіргендей, садақа да күнәларды өшіреді. Садақа тәкаппарлықты жояды. Үшінші, ауру мен апаттан сақтайды. Науқастарыңды садақамен емдеңдер. Садақа әрбір ауруды және бәлекетті қайтарады. Төртінші, садақа беруде асығыңыздар, өйткені апат садақадан оза алмайды. Бесінші, мұқтаж жанды қуантады, ризықты арттырып, табысқа берекесін береді. Садақаның ақыреттегі 5 пайдасы. Бірінші, қияметтің үрейінен сақтап көлеңке болады. Садақа қабір азабынан сақтайды, қияметте иесін өз қамқорына алады. Екінші, тозақтан құтқарады. Жарты құрма болса да садақа беріп, тозақтан сақтаныңдар. Үшінші, таразыда сауабы басым болады. Төртінші, сырат көпірінен өтуі оңай болмақ. Бесінші, дүниесінің есебін беруде жеңіл болмақ. Садақа беруде шамаға қарап амал еткен жөн. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.